Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді итальянский десерт тирамису тортының ерекше форматындағы тирамису рулетін жасайтын боламыз. Өз басым тирамису тортын өте қатты жақсы көремін. Рулеті де тура тирамису тортына өте қатты ұқсас келеді екен. Видеоның соңына шейін менімен бірге болыңыздар, толық түсіндіретін боламын. Ол үшін ең алдымен бисквитіне ұн, сүт, қант, жұмыртқа, разрыхитель керек болады. Бірінші жұмыртқаларымызды таза ыдысымызға жарып аламыз. Ыдысымызда ешқандай май болмау керек, құрғақ болу керек, соған кішкене мән беріңіздер. Жұмыртқаларымызды жарып алған екен, барлық қантымызды салып, миксердің ең жоғарғы жылдамдығында 10 минут бойы миксерледім. Масса өз-өзін кішкене болсын ұстау керек. Осылай аппақ түске енеді. Сосын ұн мен разрыхительді ситадан өткізіп аламыз. Екі бөліп араластыратын боламыз массамызды. Бірінші бөлігін осылай араластырып аласыздар. Лопаткамен осылай жай-жайдан араластырыңыздар. Масса түсіп кетпеу керек қатты. Ортасында осылай сүтімізді құйып аламыз. Тағы бір араластырып, қалған ұн мен разрыхительді ситадан өткізіп отырып, қамырымызды толық араластыратын боламыз. Комоктар қалып кетпесін. Масса біріккеннен кейін сразу араластыруды тоқтатамыз, өйткені масса түсіп кетпеу керек. Пергаментный бумаганың үстіне осылай бисквитімізді құйып, жақсылап бір келкетіп жағып шығамыз. Бір жері қалың, бір жері жұқа болса, бисквитті ораған кезде әдемі көрінбей қалады. Соған кішкене мән беріңіздер. Қызып тұрған 180 градус температурада печкеде ровно 15 минут пісіреміз. Одан артық пісіруге болмайды. Осылай қып-қызыл болып пісіп шығады. Осылай теріс қаратып, пергаментін алып тастаймыз. Сөйтіп суытатын боламыз бөлме температурасына шейін. Айта кететін жағдай, каналыма тіркеліп алыңыздар. Үнемі жақсы рецепттер салып отырамын. Қазақша фудблогқа кішкене болсын үлестеріңізді қосып тіркеліп алсаңыздар, өте қатты қуанышты болар едім. Креміне творожный сыр, сахарный пудра, сливкиді миксерлеп алатын боламыз. Миксердің ең жоғарғы жылдамдығында 3-4 минуттай миксерледім. Масса өз-өзін ұстау керек, соға шейін миксерлейтін боласыздар. Сонымен өте дәмді креміміз дайын болды. Пропиткасына бізге кофе, қайнаған су керек болады. Екеуін араластырып аласыздар. Бисквитті пропитка аламыз осымен. Сонымен дайын пропиткамыз. Суылған бисквиттің үстіне осылай кисточкамен жағып шығатын боламыз. Толықтай барлық шетіне жағып шығу керек. Соңында кремді жағамыз. Бір келкетіп жағып алсаңыздар, оралғанда оңай оралады. Айта кететін жағдай, бұл жерде кез келген жем-шидекті қолдана берсеңіздер болады. Мен бұл жерде клубничный джем қолдандым. Бір слой қылып жұп-жұқа етіп жағып шығамыз. Жағып алғаннан кейін рулетімізді тығыздап орайтын боламыз. Пергаменттің көмегімен осылай орап шығасыздар. Орап алғаннан кейін өзіне ыңғайлы бір тарелкеге салып аласыздар. Салып алғаннан кейін қалған креммен осылай шариктер істеп шығардым. Әр түрлі размерде өте әдемі көрінеді. Соңында какаомен үстіне сеуіп шықтым. Какаомызды сеуіп болғаннан кейін міндетті түрде холодильникке 2 сағатқа қойып қойыңыздар. Сонда пропитка болады. Бисквит пен крем бір-біріне сіңетін болады. Сонымен өте дәмді тирамису рулетіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап, жанұяларыңызды қуантыңыздар. Рецептін WhatsApp басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын.